Армысыздар, Атамекен бизнес ченел өз жұмысын одан ары жалғастырады. Эфирде Қазақстанда жасалған бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда Eurocopter Қазақстан инженеринг компаниясы шығарып жатқан тікұшақтармен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Eurocopter Қазақстан инженеринг еліміздегі ең танымал және көлемі жағынан ең үлкен кәсіпорындардың бірі. Бұл Қазақстан мен Францияның бірлесіп ашқан кәсіпорны. Негізгі қызметі әртүрлі мақсаттағы әуе техникаларын шығару. Атап айтқанда, азаматтық авиацияға арналған және қорғаныс саласына арналған мынандай Е-145 деп аталатын тікұшақтар шығарады. Бүгінгі бағдарлама барысында осы әуе кемелерінің қалай құрастырылатыны туралы толығырақ баяндаймыз. Басан бастап айтатын болсам, тікұшақтың негізгі бірінші жинақталуы негізі Германия елінде өтіледі. Уақыты где-то 5-6 айдай. Сосын сол тікұшақ сояқтан жиналып болғаннан кейін 8-9 бөлшекке бөлініп, ұшақпен осы Қазақстанға жеткізіледі. Қазақстанда жинақтау негізгі программа бойынша, жоспар бойынша бір ай уақыт беріледі. Бірақ біздің осы жігіттер сол 15 күннің 20 күннің ішінде жинақтап шығарады. Зауыт соңғы 5 жылдың ішінде 26 тікұшақты құрастырған. Оның 18-і Қазавиақұтқару мекемесіне, қалған 8-і Қорғаныс министрлігінің қолданысына берілген. Енді техникалық мінездемесі туралы айтар болсақ, бұл тікұшақтар өте жеңіл материалдан жасалады, сондықтан салмағы әрі кетсе 1 тонна 800 келіге дейін ғана тартады. Дизайны өздеріңіз көріп тұрғандай көздің жауын алатындай өте сүйкімді. Ең бастысы басқаруға өте қолайлы әрі жеңіл дейді мамандар. Сонымен қатар бұл тікұшақтарды әртүрлі мақсатта қолдануға мүмкіншілік бар және де 10 адамға дейін тасымалдай алады. Екі двигателі бар. Екі двигателінде бір двигательдің қуаты 750 аттың күші бар. Бір двигатель істен шығатын болса, сол екінші бана двигательмен ол оңай ұша алады. Енді өте жеңіл деп айтып кеттім ғой тікұшақ бана. Енді бұның материалдары бана өте жеңіл материалдан жасалған. Композитный материал, алюминий. Бір қызығы Е-145 тікұшағының бөлшектерін бір емес бірнеше мемлекет шығарады. Мысалға, мына артқы қанатын Германия елі және редукторды Жапонияның Kawasaki компаниясы шығарады. Сонымен қатар, ең басты жүрегі саналатын қозғалтқышты испандықтар өндіреді. Ал қазақстандық мамандардың басты міндеті осылардың барлығын білгенінен жаңылмай дұрыстап құрастыру. Біз дәл қазір осы зауыттың оқу орталығына келдік. Қазір оқу орталығының басшысымен сұхбаттасамыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Есіміңіз? Мадияр. Мадияр, бізге айтып берсеңіз, оқу орталығының басты қызметі қандай? Оқу барысында біз тек қана жаңағы кітаптарға жүктенбей, осы құралдар арқылы тәжірибе көрсетіп, осы нелерді құралғылар арқылы түсіндіреміз. Жүйесін қалай қозғалып, қалай ұшып, қалай қолдануға болатын барлық білімдерді жеткіземіз. Ұшқыштың тәжірибесін байқаймыз. Және оның осындай апаттық жағдайларда, сол апаттық жағдайларда қалай жұмыс істеу керек, қалай жаңағы тікұшақтың сол апаттық жағдайдан шығару мәселелерін қалай жасайтын сол ұшқышқа түсіндіріп, соның өз қолымен соны сезініп, барлығын үйренуге біз көмектесеміз.
Еврокоптер Қазақстан инженеринг еліміздің ішкі нарығын толыққанды қамтамасыз етіп отыр деп айтсақ толық негіз бар. Дәл қазір өздеріңіз көріп тұрғандай Қазавиақұтқару мекемесінің тапсырысы дайын. Бұл тікұшақ толыққанды тексерістен өткен және арнайы алаңға қойылған. Сондықтан бұл алаңға артық адамның кіруіне шектеу қойылған. Қазақстандық тауарды қолдайық және сатып алайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.